Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен чебурекидің рецептісімен бөлісемін. Бұл чебуректеріміздің ішінде салмасы сондай сочный болып шығады, яғни сулы. Сонымен қоса сырты қамыры қытырлап, осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырына қажетті заттар: ұн, тұз, қайнаған су және күнбағыс майы. Ыдысымызға қайнаған суды, тұзды және де күнбағыс майын қосып, барлығын араластырамыз. Енді ұнды шетінен кішкене аз мөлшерден сала отырып, осылай вилкамен араластырамыз. Себебі қазір су ыстық, сондықтан қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Енді вилкамызды алып, әрі қарай қолымызбен қамырымызды илейміз. Иленген қамырды жарты сағатқа шетке қойып қоя тұрамыз. Чебуректеріміздің салмасына қажетті заттар: фарш, тұз, зира, қара бұрыш, сондай-ақ су кішкене мөлшерде және пияз қажет. Алдымен пиязды тураудан бастаймыз. Өте жұқа етіп майдалап тураймыз. Piyazımızı salamыз. Енді пияздың үстіне тұз, бұрыш және зираны салып, жақсылап пиязды қолымызбен осылай еземіз. Оның үстіне сиыр етінен фаршты саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді бұның үстіне аз-аз мөлшерден осылай суды құйып, жақсылап араластыру керек. Міне біздің салмамыз осылай дайын болды. Қамырымызды аламыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайды, өте ыңғайлы болып тұр. Қазір енді осыны видеода көрсетілгендей етіп, осылай жіңішке етіп жасап шығамыз. Табаңызға қарай бірнеше бөлікке бөлесіз. Менің табам өте көлемі кішкентай, 22, сондықтан менің чебуректерім кішкене кішірек болады. Осылай дөңгелетіп алып, бетін жауып қоямыз. Сонан соң біртіндеп осылай жайып, чебуректерімізді жасап бастаймыз. Өте жұқа етіп жаю керек. Ішіне шамамен бір ас қасықтай салма саламыз. Бетін осылай жауып, ең бастысы жан-жағын өте жақсы жабу керек. Майымызға ағып кетпеу керек ішіндегі салмамыз.
Жәнін осылай пышақпен жасап алдым, бірақ ол міндетті емес. Олай жасамасаңыздар да болады. Қызып тұрған табамызға майды көп мөлшерде, шамамен бір 300 миллиграмдай құйып аламыз. Енді осыған чебуректерімізді салып, екі жағын қызартып, жақсы етіп қуырамыз. Ал міне біздің керемет дәмді, сондай сулы іші, сырты қытырлап тұрған, сондай иісі қандай керемет осы чебуректеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар. Мен өзім өте жиі жасаймын. Сондықтан сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Ботафуд. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.